Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыптық тест талдауымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз геометриялық оптика. Геометриялық оптика бойынша есептерді, теорияларды бірге талқылайтын боламыз. Олай болса, уақытты көп созбайық, кеттік, иә. Ең бірінші тапсырмамыздан сразу бастайық, сұрақтарымыздан. Ең бірінші сұрақ бізде жарықтың таралуы жайлы тұжырымды атаңыз дейді, иә. Жарқын таралуы жайлы бізде бірнеше тұжырымдар бар. Жалпы геометриялық оптика дегеніміз жарықтың бөлшектік қасиетін зерттейді. Жарықтың бөлшектік қасиетін зерттейді. Жалпы жарықтың екі түрлі қасиеті бар, біз білетін. Ол біріншісі ол жаңағыдай нелік қасиет, бөлшектік қасиет жаңа айтып жатқан, екіншісі ол бізде толқындық қасиет. Геометриялық оптика осы бізде бөлшектік қасиетін зерттейді, ал толқындық оптика оның толқындық қасиетін зерттейді, иә. Енді біз бөлшектік қасиетін, жарықтың бөлшектік қасиетін зерттейтін геометриялық оптиканы бастаймыз. Бұл жерде бізде бірнеше тұжырым бар, тұжырымдар. Қанша тұжырым бар? Бізде 4 тұжырым бар, жазып кетейік. 1, 2, 3 және 4. Бірінші тұжырым бұл бізде жарықтың түзу сызық бойымен таралуы деген бар, түзу сызық бойымен таралуы деген қалай? Мысалға, бір дене тұр, мына жақтан бір жарық түсті. Бұл жарық түскен кезде, мына дене бізде мөлдір емес болса, то есть мөлдір деген бұл денеден өтіп кетеді. Мынау бізде кедергі ретінде болады. Мөлдір емес дене. То есть бізде бұл дененің артында не пайда болады? Мына жақтан жарық түсетін болса, бұл дененің артында көлеңке пайда болады, Осы бізде жарықтың түзу сызық бойымен таралатындығын көрсетеді. То есть мына мөлдір емес денені ол кесіп өтіп кете алмайды. Ол бір түзу сызықтың бойымен барады, ол денеге барады, тіреп қалады, оны ары қарата өтіп кете алмайды. Сол себепті оның артында не пайда болады? Көлеңке пайда болады. Оның мысалы бізде көлеңке, немесе айтатын болсақ, күннің тұтылуы, айдың тұтылуы, бұның барлығы жарықтың түзу сызық бойымен таралатындығын дәлелдейді, Екінші, бұл бізде тәуелсіз таралу. Жарықтың тәуелсіз таралуы деген бар. Тәуелсіз таралуы дегеніміз, мысалға айталық, мына бір нүктеде мына дененің ручканың үстіңгі бөлігін алсақ, бұл жерге екі түрлі жарық түссе, мысалға айталық, мына жағынан бір ақ жарық түседі, мысалы көк түсті лазер түседі, мына жақтан қызыл түсті лазер түседі. Екі лазер түседі, екеуі бір жерге келіп қиылысады. Бір нүктеде екеуі соқтығысатын болса, бір-біріне қалай әсер етеді? Екі обычно бір денелерді алып қарайтын болса, мысалға шарик, екі шарик бір жерге соқтығысса не істейді? Соқтығысады да бір-біріне әсерлесіп, екі түрлі бағытта кетуі мүмкін ғой. Былай айтқан кезде екі денеміз бір-біріне әсер етеді. Ал бұл тәуелсіз таралуы дегеніміз жарықта ондай емес. Жаңағы біздің қызыл түс мен жасыл түсімізді алып келіп бір жерге соқтығысқан кезде, олар бір-біріне әсер етпейді. Дальше мынау қалай келді, дәл солай кете береді. Мынау қалай келді, ол да дәл солай кете береді. То есть бұлар бір-біріне әсер етпейді. Тәуелсіз таралуы дегеніміз осы. Жарықтың қызыл түстің таралуы ол жасыл түстің өзіндік жеке таралуына ешқандай әсер етпейді. Үшінші, бұл бізде шағылу заңы дегенді білеміз, Жарықтың шағылу заңы. Шағылу заңының тұжырымдамасы бойынша не деп айтылады? Түскен сәуле, шағылған сәуле, екі ортаны бөліп тұрған шекара, бұның барлығы бізде не деп жатады? Бір жазықтықтың бойында жатады дейді. Оның жалғасы ретінде не дейді? Түскен сәулеміз бізде ол шағылған сәуле екеуі өзара әрқашан тең болады. Одан кейін төртінші тұжырым жарықтың зыну емес, сыну заңы, Біз білеміз, бір ортадан екінші ортаға өткен кезде жарық бізде сынады, Сынады дегеніміз өзінің бағытын өзгертеді. Өзінің бағытын өзгерткен кезде бұл жерде тұжырым бар, Тұжырым бойынша не дейді? Түскен сәуле, сынған сәуле, екі ортаға тұрғызылған біздің нормаліміз барлығы бір жазықтықтың бойында жатады дейді, Және де сыну заңы бойынша салыстырмалы сыну көрсеткішінің формуласы бар. Бізде түскен сәуленің синусының сынған сәуленің синусына қатынасы деп айтылады, Осылай бізде 4 түрлі негізгі тұжырым бар. Біздің талқылайтын есептеріміз барлығы осы 4 заңға негізделетін болады. Кеттік. Бірінші сұрақ. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 20 градус болса, шағылу бұрышы қаншаға тең? Жалпы түсу бұрышы дегеніміз не ол? Мысалға, мынау ауа деп айтайық, мынау су. Жарық келді да ауадан суға қарата былай келіп түсті.
біз не істейміз? Түсу бұрышы деген қалай анықталады бізде? Біз бірінші не істейміз? Осы екі ортаны бөліп тұрған шекараға аламыз да біз не тұрғызамыз? Нормаль тұрғызамыз. Нормаль тұрғызамыз деген сөз, екі ортаны бөліп тұрған шекараға перпендикуляр бағытта осындай бір түзу болады. Нормаль. Енді ары қарата осы нормаль мен түскен сәуленің арасындағы бұрышымыз, ол бізде түсу бұрышы деп есептелінеді. Осы жерде бұл жарықтың белгілі бір бөлігі сынып ары қарата өтеді, белгілі бір бөлігі кері шағылады. И мына жаңағы нормаль мен мына шағылған бұрыштың шағылған сәуленің арасындағы бұрыш бізде бета, бұл шағылу болады. Ал жарықтың жаңағы тұжырым бойынша, шағылу заңы бойынша альфа деп отырғанымыз беттаға тең. Демек бізде шағылу бұрышы қанша градус болады? Тоже 20 градус болады. Түсінікті ғой, құрметті оқушылар? Кеттік ары қарата талдайық. Екінші тапсырма. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 20 градус. Түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрышты анықтаңыз дейді. Жаңағыдай бізде екі ортаны бөліп тұрған шекара бар. Бізде бір сәуле түседі. Мына жердегі біздің нормаліміз бар. И мына жерден шағылады. Мынау бізде жарық түсу бұрышы 30 градус. Олай болса, шағылған бұрышы да 30 градус. Бізде түскен мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыштар. Олай болса, біз не істейміз? Түскен мен шағылғанды екеуін бір-біріне қосамыз. 30-ға қосамыз 30 градус. Демек, бұл бізде қанша болады? 60 градус болады деген сөз, е? Үшінші тапсырма. Жазық айнаға түскен сәуле мен айна бетінің арасындағы бұрыш 25 градус дейді. Егер айнаны сәуленің түсу бағытына қарай 5 градус бұрса, жаңа шағылу бұрышы қалай болады дейді. Бізде жазық айна бар. Осы жерге бір жарық келіп түседі дейді. Бізде не дейді? Түскен сәуле мен айна бетінің дейді. Мына жер менде 25 градус болады дейді. Егер айнаны сәуленің түсу бағытына қарай 5 градусқа бұрсақ дейді. Мынау менде айна болатын болса, мен осы айнаны бұрамын. Бірінші нәтижеден біз түскен сәулені анықтап алайық, иә? Бізде түсу бұрышы қанша градус болады? 65 градус болады, иә? Себебі нормаль деп отырғанымыз 90 градус. 90 градус деп отырғанымыз 25 градус пен альфаның екеуінің қосындысына тең. Альфа деп отырғанымыз осы жерден 65 градус шығады. Енді айтады бізде, біз айнаны бұрып жатырмыз. Айнаны не істейміз? 5 градусқа қарай бұрамыз, түсу бұрышына қарай. Біз айнаны кішкене бұлай бұрып жатырмыз. Айнаны жоғары қарата көтердік. 5 градусқа. 5 градусқа көтерсек, түскен сәулемен мына жеріндегі бұрыш қанша? Мынау 25 еді. Ол 5 градусқа азаят деген сөз, е? 20 градус болды деген сөз. Мына жер 20 градус. Олай болса, біз мынаны түрлендіреміз, е? 90 градус ол всегда бізде тұрақты болып қалады, себебі нормальмен екі ортаны бөліп тұрған шекара 90 градус. Енді тек айнамыз мына жер 20 градус болып қалды. Мына жағындағы менің альфам бар. Демек, альфа қанша болады? 70 градус болады, е? Түсу бұрышым 70 градус. Жаңа шағылу бұрышын сұрайды. Бұл бізде тоже түскен сәуле, шағылған сәуле екеуі өзара тең. Демек, ол да менде болады екен 70 градус. Е, құрметті оқушылар, кеттік ары қарата жалғастырайық. Төртінші сұрақ. Жарық сәулесі ауа сұйық шекарасына π/3 градус бұрыш жасай түседі. Ауа мен сұйық дейді. Ауа, сұйық. π/3 дегеніміз қанша? π/3 деп отырғанымыз, π дегеніміз 180 градус, 180-ді 3-ке бөлетін болсақ, бұл бізде 60 градус. Демек, түсу бұрышымыз бірінші нормаль құрастырамыз, и мына жеріміз бізде 60 градус деген сөз. Шағылған және сынған сәулелер бір-біріне перпендикуляр дейді. Мына жерде менде сәуле шағылып жатыр, и белгілі бір бөлігі менде ары қарата сынып өтіп кетіп жатыр. И осы екеуінің арасындағы бұрыш 90 градус перпендикуляр. Сұйықтың сыну көрсеткішін тап дейді. Енді, сұйықтың сыну көрсеткіші деп отырғанымыз, бұл бізде не болады?
түскен сәуле мен сынған сәуленің арасындағы синустарының қатынасы. Сыну заңы бойынша жаңа айттық, иә? Мына жерге синус гамма деп қояйық. Себебі мына жердегі біздің шағылған сәулеміз 60 градус болады. Бұл менде бетта болады да, мына жеріндегі сынған бұрыш бұл бізде гамма. Мына менде альфа, мына жер менде бетта. Енді гамманы тауып алуымыз керек, мына формуламызға салу үшін, иә? Гамманы табу үшін не істейміз? Мына нормаль, мына жазықтық менде полностью былай 180 градус, иә? Демек, мына гамма, 90, 60, үшеуінің қосындысы 180-ге тең болу керек. Демек, 180 градус деп отырғаным тең болады гамма қосылған 90, қосылған 60. 180 градус деп отырғаным, сонда не болады? Гамма қосылған 150 градус. Демек, гамма деп отырғаным 30 градус. И демек, формула дальше орнына қоям. Синус 60 градусты бөлемін синус 30 градусқа. Синус 60 деп отырғаным түбір асты 3 бөлінген 2. Синус 30 деп отырғаным 2-ден 1. 2 мен 2 қысқарады. Демек, сыну көрсеткіші түбір асты 3. Немесе 1/173 десек те болады. Бұл сұйықтың сыну көрсеткіші деп отырғанымыз сұйықтың ауаға қатысты салыстырмалы сыну көрсеткішін көрсетеді. Біз осы нәрсені есте сақтауымыз керек. Салыстырмалы сыну көрсеткіші бұл бізде. Келесі 5-ші тапсырма. Ауадан шыныға өткен жарық сәулесінің түсу бұрышы 60 градус, сыну бұрышы 30 градус болса, шыны ауа шекарасы үшін толық шағылудың шекті бұрышы қандай? Шекті бұрышы керек. Шекті бұрыш деп отырғанымыз, бір ортадан екінші ортаға өткен кезде сәуле белгілі бір бөлігі шағылады, белгілі бір бөлігі сынады дедік, иә? Белгілі бір бөлігі сынатын болса, ол біздің сәулеміз түскен сәуле біткен артқан сайын бұрышы белгілі бір шекке жеткен кезде, шекті бұрышқа жеткеннен кейін полностью шағылатын болады, дальше өтпейді. И соның шекті бұрышын тапты. Бізде формуласы бар. Ішкі толық шағылу деп отырғанымыз n тең болады 1 бөлінген синус альфа деген бұрышымыз. Осы менде ішкі толық шағылудың формуласы. Демек, мен бірінші n-ді тауып алуым керек деген сөз. n деп отырғаным синус альфа бөлінген синус бетта деген сөз. Демек, синус 60 градус, жаңа біз оны уже тауып алдық, түбір асты 3 бөлу 2, синус 30 градус, түбір асты 3. Демек, осы жерден мен синус альфаны табуым керек. Мынаны ш деп жазайық, шекті бұрыш екендігін көрсетейік. Ол 1 бөлінген n деген сөз, мына үстіндегі формуладан шығарған кезде. Дальше орнына қоямыз, 1 бөлінген түбір асты 3. Бұл менде түбір асты 3 бөлу 3 деген мән болады. Демек, альфа шекті бұрыш деп отырғаным, мен бұлай жазып кете салайын, арк синус түбір асты 3 бөлу 3 деп кете салайын. Ал бұның мәнін енді кестеден қарап тауып алсақ болады. Келесі, 6-шы тапсырмамыз. Биіктігі 6 метр тік тұрған бағанның көлеңкесінің ұзындығы 4 метр болған мезетте, жанындағы ғимараттың көлеңкесінің ұзындығы 20 метр болса, ғимараттың биіктігі. Менде мынандай бір баған бар дейді. Мына жерден бір жарық түсіп, жарық көзі бар. И жарық көзі келеді да, мына жерден бүйтіп өтеді да, былай келіп түскен кезде оның артында бір көлеңке пайда болады. Мынау өзінің биіктігі 6 метр болғанда, бұның көлеңкесінің ұзындығы 4 метр дейді. И дәл осындай бұрышпен менде бір ғимарат бар дейді. Ғимараттың көлеңкесінің ұзындығы 20 метр болса, ол өзінің h деген биіктігі қандай болады дейді. Бұл енді түскен мына жердегі альфа деген бұрышымыз, мынағанда дәл солай жарық түседі ғой. Мына альфа деген бұрыш бірдей. Альфа 1, альфа 2 деп алайын. Екеуі өзара тең. Мына 90 екендігін бәріміз білеміз. Демек, бұлар үш бұрыштар ұқсастығы бойынша кетеді. Үш бұрыштар ұқсастығы бойынша дегенім 6 метрді мен бөлінген h дейм, тең болады мына 4 метр бөлінген 20 деп жазалам. И осы жерден мен h-ты табам. Демек, пропорция құрсақ 4h деп отырғаным 6 көбейту 20 деген сөз. 4 пен мен 20-ны қысқартам 5-тен берем. Демек, ғимараттың негізгі биіктігі
30 метр болған деген сөз. Ғимараттың биіктігі 30 метр болғанда, оның көлеңкесінің ұзындығы 20 метр болады. Бұл бізде жарқын түзу сызық бойымен таралуын көрсетеді, көлеңке дегеніміз. Келесі, 7-ші тапсырма. Күн сәулесі горизонтқа 42 градус бұрышпен түскен кездегі ғимараттың көлеңкесінің ұзындығы 16 метр болады. Күн сәулесі 58 градус бұрышпен түссе, осы ғимараттың көлеңкесінің ұзындығын анықтаңыз дейді. Андай бір дене бар, ғимарат биіктігі h, андай бір көлеңкесі бар өзінің. Бұл менде 16 метр болады дейді. Егерде горизонтқа жарық келіп түскен кезде, ол қанша градус болса дейді? Горизонтқа. Горизонт деп отырғанымыз мына жер, 42 градус болса. Енді дәл осы ғимараттың биіктігі өзгермейді ғой менде. Менде мына бұрыш өзгерген кезде, былай 58 метр болған кезде, мына жерім, мына жердегі x1 деген көлеңкесі болсын, x2 деген көлеңкесінің ұзындығын тап дейді. Мынау менде h дегендер өзгермейді. Бізде енді мына жердегі примерно біз үшін бір не десек болады? Подсказка, тангенс деген бұрыштар. Тангенс альфа дегеніміз не ол? Тангенс альфа деп отырғанымыз қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Демек, мен тангенс 42 градус деп отырғаным h бөлінген 16 деген сөз, Дәл сол секілді екінші не бойынша жазам? Тангенс 58 градус дегенім, ол менде h бөлінген x2 деген сөз. Бұл ғимараттың биіктігі өзгермейді ғой. Демек, мына жерде мен екеуінен h-ты тауып алып, бір-біріне теңестірсем болады деген сөз, Демек, мен h-ты тауып алайын. H деп отырғаным тангенс 42 градустың орнына мәнін қойайын. 0,9 көбейту 16 деген сөз. Ал мына жерде h тең болады 1,16 көбейту x2 деген сөз. Демек, осы екеуін өзара теңестірем. 0,19 көбейтілген 16 тең болады 1,16 көбейтілген x2. 16 мен 1,16-ны қысқартсам мен 10-нан берем, 0,9-ды 10-ға көбейтсем 9 болады, тең болады x2. Демек, горизонттан көкжиекке ол 58 градус бұрыш жасай күн сәулесі түсетін болса, онда оның көлеңкесінің ұзындығы 9 метр болады деген сөз. Келесі, 8-ші тапсырмамыз. Диаметрі 20 см жарық көзінен экранға дейінгі қашықтық 1,16 метр болса, диаметрі 6 см доптың экранда тек ала көлеңкесі ғана түсетіндей етіп, допты экраннан ең аз орналастыру қашықтығы дейді. Бізде диаметрі 20 см дейді. Экранға дейінгі қашықтық, мына жерде бір экран бар, 1,6 метр. Диаметрі 6 см допты экранда тек ала көлеңкесі ғана түсетіндей етіп, допты экраннан ең аз қандай қашықтыққа орналастыруымыз керек дейді. Тек ала көлеңке, Біз енді осы жарық көзінен, мынаны біз енді былай таралған кезде ол прям барып түсе береді ғой. Біз оның арасына не қоямыз? Диаметрі 6 сантиметрлік допты қоямыз. И осы жерден былай қарата келіп жарық түскен кезде, былай келіп жарық түседі, и былай келіп жарық түседі. Тек ала көлеңкесі дейді. Ала көлеңкесі деп отырғанымыз бізде мынандай болу керек. Мына жерде жарық көзін алайық. Мына жерде бір доптың несін алайық. Экран примерно мына жерде десек, бізде мынандай болу керек деген сөз. Мына жерден битіп келіп өткен менің жарығым, және де мына жерден битіп келіп өткен жарығым, екеуі мынандай бір нүктеде қиылысу керек. Сол кезде менде ала көлеңке пайда болады. Демек, менде
Осы жерде мен мынандай бір не шығара аламын, үшбұрыш шығара аламын. Мына жерде диаметр бар ғой. Иә, мына жерде диаметр бар. Мына жерде мынандай бір үшбұрыш шығады. И мына жерде тоже бір диаметр бар. Мына жерге, допустим, мына жерде. Мына жердегі диаметр 20 сантиметр. Мына жердегі диаметр менде 6 сантиметр. Общий биіктік бар. Үшбұрышты енді біз былай қарастыратын болсақ, былай бұрып алып, иә. Мына жердегі биіктігіміз 1,6 метр дейді. Енді үшбұрыштар ұштастығы бойынша кетеміз деген сөз. Себебі мына альфа деген бұрыш, мына альфа екеуі бір нәрсе. Мынау бетта болса, мынау да бетта болады. Бұл жерде енді үшбұрыштар ұқсастығы дегенді қолданамыз. Олай болса біз былай істейміз деген сөз. Мына жер 20 сантиметр, былай менде 1,6 метр. Дәл сол секілді екінші үшбұрышым бар. Мына жер менде 6 сантиметр болса, мынау H2 деген қашықтық. Үшбұрыштар ұқсастығы бойынша тоже аламыз. 1,6 бөлінген H2 тең болады. Мыналарды енді мен метрге айналдырып жазамын. 0,2 бөлінген 0,06. Осы жерден мен H2-ні табуым керек. H2-ні табу үшін істеймін. 1,6-ны көбейтем 0,106-ға бөлемін 0,2-ге. Мына екеуін қысқартатын болсақ мен 8-ден берем. 8-ді 0,106-ға көбейтсем 0,148 метр деген шығар. Демек, мына жерден экранға дейінгі қашықтық доптан бұл менде 48 сантиметр болу керек деген сөз. Сол кезде ала көлеңке ғана шығады. Ала көлеңке қалай шығады? Енді мен мына жерден мына шетіне емес, басқа бір түспен сіздерге көрсетейін. Мен мына жерден екінші жағына қарата біріне алам. Мына жерден астынан үстіне қарата біріне алам. Сол кезде менде мына жерлердің барлығы ала көлеңке болады деген сөз. Келесі есепті талдайық. 9. Күннің горизонт пен бұрыштық биіктігі 30 градус және жерде горизонталь жатқан айнаға сәулелер түсіп шағылады. Сәулелерді тік жоғары бағыттау үшін айнаны горизонттан бұру бұрышы дейді. Мына жерде менде бір горизонтқа былай көкжиекке 30 градус бұрыш жасап күннің сәулесі түседі дейді. Осы күннің сәулесін мен тік жоғары қарата бағыттауым керек. И тік жоғары бағыттау үшін мен примерно былай бір айна қоюым керек, иә? И осы айнаның горизонттан бұру бұрышы дейді. Ан егер былай қарастыратын болсам, мына жерде какой-то бір тт деген бұрыш болса, осының мәнін тап дейді. Енді біз бұны қалай табамыз? Бұны біз осы айнаны осылай құратын болсақ, біз мына жерден былай нормаль сызамыз, иә, бағанағыдай. Чтобы түсу бұрышын табу үшін. Мына жер 30 градус тік жоғары бағыттайтын болсақ, общий мынау менде 90 градус деген сөз, иә. Мына жері 30 градус болса, мына екеуінің қосындысы 60 градус деген сөз, иә. Демек, мынау түсу бұрышы 30 градус болады, шағылу бұрышы 30 градус болады. Енді бұл нормаль деп отырғанымыз, n деп отырғанымыз, мына жақта тоже 90 градус болады деген сөз, иә. Мына жері 30 градус болса, мына жер не болады? 90 болу үшін 60 болады. Ал мынауымыз айнамыз полностью қанша градус болады? Бұл 180 градус, иә, біз білеміз. Немесе мен былай алайын сіздерге көрсету үшін. Мына жерде енді тетаны табуымыз керек. Мынау менде мына жерге дейін 90 градус. Демек, мына жерім 60 градус болса, мына тета деп отырғаным қанша болады? 30 градус болады, себебі 60-қа 30 қосқан кезде ғана 90 градус шығады. Демек, горизонтта мен қанша градус бұрышпен қоюым керек? Бұны 30 градуспен қоюым керек деген сөз. Келесі, 10-шы тапсырма. Суретте екі жазық айна арасында орналасқан дене көрсетілген. Дененің кескін саны 4 және 11 болатын айналар арасындағы бұрыш дейді. Мына жерде бір екі айна бар, пока арасындағы бұрыш 90 градус. Бұның қанша кескіні болады? 90 градус болса, мына айна мына жерде бір кескін шығарады, мына жерде бір кескін шығарады, и мына жерде бір кескін шығарады. Бұл 90 градус болған кезде 3 кескін пайда болады. Ал менде 4 және 11 кескін пайда болу керек. Бұл жерде формула бар, иә? N тең болады 360 бөлінген альфа минус 1 деген.
Бұны мен қалай шығарамын? 360-ты, то есть мына жерде мен былай қарата сыз жібере аламын. Былай сызам, өзі тұрған жерден басқалардың барлығында көлеңке пайда болу керек. Менде кескін төртеу болу керек, я? N4 болу керек. N-нің орнына 4-ті қоямын. 360 бөлінген альфа минус 1. Минус 1 мына жағына шығып плюс 1 болады. 5 тең болады 360 бөлу альфа. Альфаны табу үшін 360-ты бөлемін 5-ке. 5-ке бөлсем, бұл 72 градус болады деген сөз. Дәл солай 11 кескін болу керек. N-нің орнына 11 тең болады 360 бөлу альфа минус 1. 12 тең болады 360 бөлінген альфа. Альфаны табу үшін 360-ты бөлемін 12-ке 30 градус болады. 30 градус болған кезде менде 11 кескін пайда болады деген сөз. 11-ші тапсырма. Суретте қалыңдығы 8,7 см шыны көрсетілген. Қалыңдығы, мына H деп отырғаным қалыңдық 8,7 см. Бұл жерде альфа менде 53 градус болып түсетін болса, бастапқы бағытынан ауытқу бұрышы D-ны тап дейді. Мына D деген мәнді тап дейді. Бұл жерде біз геометрияны жақсы білуіміз керек. Бұл жерде бізде екі түрлі үш бұрыш бар. Мынау менде H, мына жері менде бета, мынау какой-то бір X болсын. Бұл менде гипотенуза. Мен мына бір үшбұрышты қарастырып жатырмын, сосын мына жағындағы екінші үшбұрышты қарастырамын. Екінші үшбұрышы менде былай тұр. Тоже мына жер X, мына жер менде гамма, мына жер менде D. Байқасақ, 53 градус деп отырғаным, ол бета қосу гамма. Альфа деп отырғаным, бета қосылған гамма деген сөз. Енді осы екі үшбұрыш бойынша просто байланыстырамыз. Енді X-ті өрнектеп алуымыз керек, себебі X екеуінде де бар. X-ті табу үшін не істеймін? H деген мына беттаға іргелес жатқан бұрыш, демек ол косинус. Косинус бета тең болады дегеніміз H бөлу X. X-ті тапсам, мен H-ты бөлемін косинус беттаға. Тағы да қайталап айтамын, геометрияны жақсы білуіміз керек бұл жерде біз. Геометриялық оптиканы шығара алуымыз үшін. Мына жерде мына үшбұрышты қарастырам. Мына жерде гамма деген бұрыш, D деген бұған қарама-қарсы жатқан бұрыш, демек ол синус альфаны береді. Синус гамма тең болады D бөлу X. Осы жерден X-ті табатын болсам, ол D бөлінген синус гамма болады деген сөз. Енді X-ті табу үшін екеуін бір-біріне теңестіремін. H бөлінген косинус бета тең болады D бөлінген синус гамма. D-ны табу үшін H-ты көбейтемін синус гаммаға. Мына жерден гамманы табатын болсам, ол менде альфа минус бета болады деген сөз. Ал бөлінген не болады бізде? Косинус бета. Енді мен беттаны қалай табамын? Бетта менде сыны көрсеткіші бар, 1,6 деген. N2,1 менде 1,6. И бұл менде синус альфа бөлінген синус бетта. Осы жерде мен беттаны тауып алам, бұл менде 1,6-ға тең. Осы жерден біз ең бірінші синус беттаны сразу табайық, синус беттаны орнына қойып. H синус альфа минус бетта. Мына жерде не болады? Синус альфа бөлінген 1,6. И осыны есептейміз. Немесе синус бета деп бірінші нені тауып аламыз. Синус альфа ол 53 градус 0,8. 0,8-ді 1,6-ға бөлем, бұл менде 2-ден 1. Демек 2-ден 1 деп отырғаным бета 30 градус деген сөз. Демек, D-ны табу үшін деп сразу шығара салайық. 8,7 см. Синус альфа деп отырғаным 53, но менде 30. Бұл менде синус 23 градус. Бөлемін косинус 30 градусқа. Синус 23-тің мәні берілмеген, алайда мен оны қалай шығара аламын? Синус 53 синус альфа минус бета дегеннің формуласын аша аламын. Математиканы еске түсірсек, осы формуланы ашып дальше шығара аламыз. Құрметті оқушылар, жалпы осымен біздің тақырыптық тест талдауымыз аяқталды. Сіздерге барлықтарыңызға ұнады деген ойдамын. Бұйырса келесі тест талдауымызда тақырыптық
ары қарата жалғастырамыз. Ол жерде уже кескін алу, айна, линза деген тақырыптарды талдайтын боламыз. Арнамызға тіркеліп кетіңіздер, жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұйырса келесі сабақта көріскенше аман сау болыңыздар.